Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркелгендеріңізге рахмет. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмі өте керемет болып шығатын, қамыры жұмсақ болатын цезарь пиццасын дайындаймыз. Дәмі деген пиццериядағы пиццаның дәмімен бірдей болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Үстінен аштығымызды салып, сұйық май құямыз және де татымына қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Шетінен ұнымызды салып отырып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды бөлек ыдысқа салып, үстінен ұн сеуіп отырып, жақсылап қамырымызды илейміз. Осындай қамыр болып шығуы керек. Жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Тауықтың төс етін видеодағыдай етіп турап аламыз. Бөлек тарелкаға салып, тұз, қара бұрыш сеуіп, жарты сағатқа маринадтап қоямыз. Қызып тұрған табаға май тамызып, маринадталған етімізді екі жағынан қызартып, қуырып аламыз. Толықтай көтерілген қамырымызды бір қайырып алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Енді соусын дайындаймыз. Майонезді ыдысқа құйып, лимон согын және де соя соусын салып, жақсылап араластырамыз. Келесі моцарелла сырын пиццаның бетіне және бортиктеріне салу үшін турап аламыз. Мен бұл сырды үй жағдайында жасап көрген болатынмын. Осындай пиццаға қолданғанға өте тиімді және жасалу жолы өте оңай болып келеді. Астына сілтемесін қалдырып кетемін. Кіріп көріп жасап көрсеңіздер болады. Бұл жерде 2 литр сүттен 300 граммдай сыр шықты. Сырымызды видеода көрсетілгендей етіп, орналастырып, үстінен қамырмен жауып шығамыз. Енді дайын соусымызға пиццаға арналған дәмдеуішті немесе орегanoны салып жақсылап араластырып, қамырымызға жағып шығамыз. Үстінен үккіштен өткізілген сырды сеуіп, піскен етімізді салып, шамалы үстінен тағы да сыр сеуіп, 180 градусқа 10-15 минутқа беті қызарғанша пісіріп аламыз. Дәл солай келесі пиццамызды да жасап шығамыз. Мендегі екіншіге маргарита пиццасы. Бірінші пиццамыз пісіп шықты. Теңдей 8 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Енді бетіне пекинский капустаны қолымызбен үзіп салып, черри помидорын турап саламыз және бетіне шамалы сыр сеуіп, пешке 1 минутқа салып аламыз. Пиццамыздың шетіне оливковый маслодан шамалы жағамыз. Міне біздің пиццаларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.